Баршаңызға қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен есім Темірлан Анорбек. Кезекті подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі подкаст необычный десек болады. Себебі біріншіден ол қазақ тілінде өтеді, екіншіден ол доктор кісімен, врач кісімен өтеді. Бұл кісі Сағит Маханов, менің врачым. То есть мен 2024 жылы жазда футбол ойнап, аяғыма травма мениска алғам. Ол травмамен 1 жыл жүргем, аяғымда кішігірім жәнегі артроз шығып кеткен, и осы кісінің арқасында Алланың қалауымен мен аяғым емделді. Сәке, қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңіз жайлы біздің аудиторияға айтып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум. Енді амандасып қояйын. Менің атым Сағит Маханов. Мен врач-травматолог ортопед. 15 жылдық тәжірибесі бар дәрігер, білікті маманмын. Қазіргі таңда мынау қалалық шұғыл көмек көрсету ауруханасы БСМП деп айтамыз. Сол жерде травматология ортопедия бөлімше меңгерушісімін. Осы 15 жылда мен 10 мыңнан аса успешно дейміз ғой, оталар жасадым, операциялар. Қазіргі таңда көптеген науқастарымыз біздің отадан кейін шауып жүгіріп жүр деп айтуға болады. Мен де сол адамдардың қатарындамын деп айтсақ болады. Қазір аяғым сол реабилитация процесінде жүр, сол физиолечение, физиотерапия деген сияқты заттарды алып, бірақ операцияға дейін аяғым қатты ауырып қиналдым ғой негізі. Мен сіздерге айтып кетсем, қалай Сәкеге келдім, қалай Сәкемен таныстым, өзімнің жеке историямнан бастасам, ары қарай Сәкенің өзінің историясы мен кейстарын аша кетеміз. Мен сол жасым 22 деді, сол кезде, қазір 24-темін. Жарақат алған кезде 22-ден жаспын, ондай жарақат болады деген ойда болған жоқпын. Футбол ойнаған кезде андай аяқты бір шалып кетеді, теуіп кетеді, құлап қаласың, аяқ ауырып қалады ғой. Как обычно нәрсе. Как обычно. 2 күн өтеді, 3 күн өтеді, аяғың жазылып кетеді. И сол кезде мен допты қатты тептім, аяғым бір қырт еткендей бір сезім болды. Сосын 1 сағат, 2 сағат дұрыс жүре алмадым. И одан кейін барып мен тоже ойладым, ештеңе етпейді, короче. Емделіп кетеді деген оймен жүрдім. Ушып, андай 1 ай өтеді, 2 ай өтеді, ничего кетіп қалады деп жүрдім. Одан кейін үйлене бастадым, вообще аяқты ұмытып кеттім, короче. Потом уже үйленіп тойым өткеннен кейін, бүйтіп лестницаны басқан кезде, былай футболға барған кезде аяғымның екі ортасында қатты бір аурулар болды. Сөйтіп әйелім қолымнан бүйтіп сүйреп тұрып МРТ-ға алып барды, и травма мениска дейді. Сөйтіп сол кезде Құдайға шүкір, Айдархан деген біздің досымыз бар, сізбен бірге жұмыс істейтін кісі, Сағит деген кісі бар деді, осы кісіге сізге алып барды мені, и солай операцияға дейін келдім. Созғаныма өкінем. 1,5 жылға дейін жәнегі бұл травманы созып, травма жоқ деген оймен жүргеніме қатты өкінем, потому что аяғымда сіз көрсеткен бойынша кішігірім андай артроз пайда болыпты. 24 жаста ондай артроз болу, мне кажется, вообще Көп адам мән бермейді негізі. Даже қазір көп жастар бәрі спортқа жақын болған негізі. Бұл өте жақсы нәрсе. Шетелдегі бізге не келіп жатыр деп айтуға болады. Даже элементарно Алматы қаласында көшеде жүретін болсақ, группалары жүгіріп жүреді. Мен соған ризамын бір жағынан. Жаяу жүретіндер қаншама, медеу Шымбұлаққа барсақ адамдар толып жүреді. Оған қуанышты жағдай негізі. Бірақ бірінші даже футбол ойнайтын болсаңыз да, залға барсаңыз да, негізі қызып барып бастаған дұрыс та. Өйткені қызбайды, оған буындар мысалы ұйқыдан тұра сап жүгірген сияқтысыз ғой, мысалы сізді жұмысқа салып қойған сияқты бұл жерде айтуға болады. Сонда кішкене разминка жасап бастау керек негізі. Сіздің жағдайға келетін болсақ, ол мениск деген тізе буында болады, екі мениск болады. Медиальный және латеральный дейміз, немесе ішкі немесе сыртқы мениск деп айтамыз. Оның өз анатомиясын алып қарайтын болсақ, бөліктері болады. Денесі алдыңғы и артқы мүйіз деп айтамыз, задний рог, передний рог деп айтылады. Сіздің жағдайда задний рог жыртылған болған, артқыдағы, яғни көбінесе ол спортсмендерде соған тән диагноз деп айтуға болады. Мениск как амортизатор, что мына екі буын бір-біріне қажамау үшін, буын бір-біріне мүжілмеу үшін амортизатор есептеледі организмде. Өте несі көп, функциялар көп, соның біреуі. Сол когда жыртылған кезде, ол енді буын ғой, тізе буыны, сан сүйегі және балтыр сүйек дейміз, голен, бедренный кость, голен и ортасында чашка, надколенник болады. 3 сүйек, соның ортасында мениск болады. Ол жыртылған кезде амортизация болмайды да, бір-біріне қажалып, яғни шеміршекті мүжіп, жеп, сол артроз пайда болады. Жастарда көбінесе жарақаттан кейін, немесе спорттан кейін. Бұл жәнегі выпускқа менің жәнегі сізге подкаст алдында айтып кеткен ниетім, көбіне жастарға емес, үлкен кісілер, немесе үлкен кісілердің балалары көрсін деген ниетпен. Себебі мен уникальный случай болдым, больницаға жатып, мен больницада жас адамдардан тек жалғыз болдым.
немесе там соңына қарай тағы да бір кісі қосылды, жасы 25-тегі бір кісі қосылды, көбіне аталар мен апалар. Мен палатада да жаттым, қасымда бір ата жатыр, ар жақта екі апа жатыр. Бұл проблемалардың көбі артрит, артроз деген сияқты проблема көбі үлкен кісілерде, үлкен буында болады. Және осы кісілердің проблемаларын ашып кетсек, неге травматология бөлімі қарияларға толы? Жалпы статистика бойынша 45 жас 50 жастан асқан кісілерде жиі кездесетін ауру болып табылады артроз, артрит. И егер еркек әйел деп бөлсек, көп жағдайда әйелдерде көп болады. Неге? Бірінші жауап бұған гормональный болуы мүмкін да. Әйелдерде көбінесе 45-тен 50-ден климакс басталады да, сонымен де байланысы болуы мүмкін. Бүкіл былайша айтқанда перестройка болады организмде. Бір себебі сол болуы мүмкін, екінші себебі тұқым қуалауы мүмкін. Мысалы ревматоидный артрит дейміз, жаңағы артроздардың өзі, егер анамнездің науқасынан сұраған кезде, көп жағдайда даже өзіміздің де ата әжелеріміз кезінде есіңізде болса, аяқтан кетті ғой негізі. Ол кезде бұнда емдер, лечениелер болған жоқ. Қаншама кісілер егер еске алатын болсақ, баяғы кезде артроз Азия халқына тән ауру бұл, Орта Азия халқына тән, көп жағдайда соның ішінде Қазақстанда өте көп. Мысалы даже элементарно былтырғы жылдың статистикасын алатын болсақ, біз Қазақстан бойынша 25 мыңнан аса буын ауыстыру, яғни замена сустава эндопротез операция жасалынды. Потому что жаңа кезінде вовремя емделмеген, жаңа сіз өзіңіз айтып жатсыз ғой, мән бермей созып қаншама лечениені алып көрген, бірақ өкінішке орай нәтижесі болмағандықтан бізге Қазақстан больницаларына, ауруханаларына отаға келген қаншама науқастар. Көп жағдайда, мысалы даже элементарный алатын болсақ, нормальный образ жизниға кіріп кеткен деп айтуға болады біздің қоғамда. Именно осы артроз, артрит. Тізем ауырады, ой, анан жақ, қойдың майын жақ деген сияқты ауылдан или әркімнен бірден келеді, естіп алады да. Сол күйінде былайша айтқанда мән бермей жүре береді. Негізі шетелде көп жылда, мысалы Европа елдерінде де болып жүрмін ғой. Ол жақта бір жағынан ондай емес. Сразу мән береді де дәрігерге қаралып, вовремя емін қабылдап, анандай жаңағыдай асқынуға, жаңағыдай 3-4 дәрежеге дейін жеткізбеуге тырысып, былайша айтқанда операцияға дейін жеткізбеуге тырысады. Сосын тамағымыз, біз жеп отқан қазір өзіңіз білесіз, тамақтар да өзгеріп кетті, құрамдар өзгеріп кетті, химикат көбейіп кетті, неше түрлі мысалы. И аз қозғалады адам. Бұрынғыдай, мысалы, бұрынғы ата-бабаларымыз аттың үстінде болған болса, бізде қазір ондай жоқ, даже элементарный дүкеннің өзіне машинамен баруға тырысамыз. Артрит деген ол, артроз дегеніміз, айтқан шеміршектің желінуі ғой, қазақша айтқанда. Жастарда көбінесе жарақаттан кейін болады, немесе спорттық ойындардан кейін болады, или тұқым қуалауы мүмкін. Мысалы, именно көбінесе системный дейміз, ондай жүйелі түрде ауыратын ревматоидный процестерді айтатын болса, ол тұқым қуалайды. Үлкен кісілерде, енді возрастной деп айтамыз, на самом деле жаңа себептеріне байланысты. Егер вовремя себеп ауырып бастаған кезде келіп қаралса, мен ойлаймын, ота даже аз болушы еді. И қоғамда жаңағыдай мән бермей, это нормально сияқты қарағанын кішкене өкінішті жағдай негізі. Мен осындай бір ұстазым бар өзімнің, жәнегі мышление бойынша нейрофизиолог, ол кісі де врач. Адамның артық салмағымен, энергиясы, неге сондай заттармен жұмыс істейді, ол маған күшті зат түсіндірген. ТМД елдерінде дейді да осы СНГ елдерінде адамдар бақытты болып өмір сүруді білмейді дейді да. Мынандай жақсы деген состояние бар, хорошо деген состояние бар, бақытты деген состояние бар, немесе быт-шыт деген состояние бар да. Біздің халық дейді да, андай быт-шыт пен жақсының екі ортасында өмір сүріп үйреніп қалған дейді да. Жағдайлары немесе жақсы, немесе быт-шыт болып кетеді. Быт-шыт болған кезде де сондай быт-шыт состоянияға халық үйреніп қалған ғой. Сонда сіздің айтуыңыз бойынша көптеген адамдар аяқтары ауырса да, жәнегі артрит, артроздарлар бар болса да, больмен дейді ғой, аурумен өмір сүріп үйреніп қалған, ештеңе етпейді деген оймен жүреді, бірақ негізінде ол өте үлкен зардап бар, аяқтың қисаюына, жәнегі жүрген кезде дұрыс жүре алмауына, мүмкін мүлдем жүре алмай қалатын состояниеға айналып келуі мүмкін, дұрыс па? Былайша айтқанда андай қалай айтсам болады, дискомфорт, енді ауру сезімде жаман нәрсе ғой, негізі элементарный тісің ауырса өзің шыдамай кетесің. Бұл жерде үлкен буындарда бүкіл салмақ соған түседі. Мән беретін жағдай негізі вовремя қаралып, уақытысында қаралып ше. Ал жаңағы түсінікке бола айтып отырмын ғой, іштен кетпейді, ананы алады. Сосын мынандай қоғамда
доступны мысалы. Бүкіл дәрілерді барсаң даже алуға болады, рецептсіз даже кейбір жағдайда. Шетелде ондай емес. Өйткені оны ала бермей, бет алды ала бермей, негізі дәрігер көріп, маман көріп, айтып, соның рекомендациясымен алған дұрыс та. Соны айтқым келген. Бұл жерде проблема андай сияқты, үлкен кісілер, факт қой, больницада үлкен кісілер жатыр. Ол кісілер қазір балаларына қарап тұр. Оның ержеткен, ересек, үлкен ұлдары мен қыздары бар. Проблема біріншіден ата-анасы балаларын андай мазалағысы келмейтін сияқты. Андай аяғым ауырады, мына жерім ауырады, мені врачқа алып бар, осыны операцияны төле дегенмен мазалағысы келмейді. Себебі үлкен буындағы кісілер ауырып, сол аурумен келісіп үйреніп қалған. Екіншіден, олардың балалары неге оларды больницаға алып бармайды? Себебі больницаға алып бару керек екенін білмейді. Что аяқтарында сондай проблема бар екенін білмейді. Сондықтан қатты бір ауру шыққанға дейін күтіп жүреді ғой. Грубо говоря. Сондай үлкен кісілердің балаларына, ер жеткен, ересек балаларына жолдау айта аласыз ба? Ата-анаңызға келіңіздер деген сияқты. Әрине. Ата-анаға обязательно қарау керек. Ол кісілер енді көп жағдайда енді балам деп тұрады ғой. Балам деп ауыртпашылық салмайын деп. На самом деле, ол ауру сезімді негізі басына түспеген екен, ол көп адам мән бермеуі мүмкін да. Сондықтан уақытылы көрсеткендеріңіз жөн мамандарға, специально ата-аналарды. Элементарный машинаның өзін мысалы ходовкасын қаратып көрсетіп жылына техосмотр жасап қоясың, сол сияқты бұл жерде де обязательно ата-анаға мән беру керек деп ойлаймын. Бүкіл не только буындарына, артрозына, бүкіл жағдайына. Уақытылы мысалы қаншама кісілер бізге де келеді, давлениемен жүреді, сахарын диабет, емделмеген, қаралмаған, вовремя даже тексерілмеген, даже бір келген кезде бірінші рет біз анықтап жатамыз. Кейде өкініш жағдай, өйткені бұның бәрі әсер етеді. Организм как машина ғой енді былайша айтқанда. Бүкіл жүйе істеп тұру керек уақытысында. Мысалы қан айналымы болсын, жаңағы давлениесі болсын, бүйрек, бауыр, буындары бәрі уақытысында тексеріліп, қаралып, мамандардан емін алып тұрған дұрыс болады. Балаларына келетін болсақ, айтып отырмын ғой ертең, осындай последствияға алып келмеу үшін, мен ойымша, негізі поликлиникаларда да бар программалар. Даже кейбір кісілер соның өзіне бармайды ғой. Тексерілуге ше уақытысы келгенде. Өйткені даже дәрілерге дейін тегін береді өкімет. Мысалы бала шағасы апармаса да өздері де барып тексеріліп, мен поликлиникада да айтылады ол нәрселердің бәрі. Мен ойымша сол уақытылы мамандарға қаратып тұру керек. Бұл жерде тағы да сол жолдау, тағы да өзім айтып кетсем, егер де уже жасы қария деген уақытқа келген ата-аналарыңыз бар болса, балалары бола тұра өздеріңіз барып тексеріп қайтыңыздар. Немесе осы видеоны сол үлкен аталар мен апаларымыз өздері көріп жатса, балаларыңызға мен тексертуге алып бар деп айтыңыздар. Ода тұрған ештеңе жоқ. Себебі егер де соны соза берген сайын, артынан бір ауру шықса, одан сайын адамдар қиналып қалуы мүмкін. Және де тағы да бір айта кететін зат бар. Көптеген адамдар сіздің интервьюларыңызды, кейстарыңызды операциядан жасағаннан кейін апаларымыздың, аталарымыздың айтып жатқан тыңдаймын ғой мен, страницаңызды және инстаграмыңызға тіркелгем. Отзывтарды біз қараймыз. И ол жерде айтады, бір апалар отырады, айтады, ана врачқа бардым, мына врачқа бардым, емделуімен 1 миллион теңге құрттым, бүйттім, сөйттім деп айтады да. Бірақ адамдар неге келіп, именно сізге келген кезде жақсы результат алады? Неге басқа врачтарға барған кезде, басқа жерлерде емделген кезде ол дұрыс нәтиже бермей жатады? Айырмашылық неде? Айырмашылық айтатын болсақ, бұл жағдайда көп, мысалы, уже негізі дәрігерлерінде несі бар да, уақытысы жіберген дұрыс та, хотя бы бізге деген сияқты. Өйткені уже көрініп тұр да, мысалы, явный уже 3-4 степень артроз кезінде оның ешқандай ем көмектеспейді. Сразу, енді понятно, сразу елдің бәрі отаға операцияға түскісі келмейді ғой, мысалы. Сондықтан емдеу де мүмкін, пожелание дейміз ондай, өзінің несі бойынша. Ал менің ойымша, уақытысында сразу жіберіп тұрса, хотя бы мамандарға жіберсе, емнің нәтижесін уже даже 2-3 күн алғаннан эффект болмаса, уже белгілі болады ғой. Сол кезде вовремя келсе, хотя бы деформация, қаншама деформациялардың алдын алып, бұл кісілерді ертерек біз аяққа тұрғызушы едік. Мысалы, созып айтып отырмыз, даже өзіңіз айтасыз, отзывтарды қарасаңыз, минимум 10 жыл жүрмін, 15 жыл жүрмін, 5 жылдан бері осыны қабылдадым.
даже балдақпен келетіндер бар, кастельмен балдақпен келетіндер, даже креслоға отырып қалған кісілер келеді қаншама. Олардың бәрін айтып отырмын ғой, вовремя даже креслоға отырған жағдайға жеткізбеуге болушы еді. Еще менің өзімнің бір тағы да айта кететін затым бар. Мен бұрында ойлағам, андай государственный больницаларға баруға не стоит деп ше. Енді андай ғой, өзіміз кәдімгі қарапайым отбасынан шыққанбыз, байығың келеді, өскің келеді, уже андай ойлайсың ғой, ойында тек қана андай частный клиникаларға барып, күшті жерлерде емделіп, қымбат болсын соған кіру керек деп. Жоқ, мен сол городской больница, скорой неотложной помощи, БСНП сол жаттым. Сіздер қарадыңыздар, өте мықты профессионалдар жұмыс істейді екен. Медсестралардан бастап, қабылдайтын кісілерден бастап. Сіздерді айтпай ақ қойын енді, емдеген кісілерді вообще айтпай ақ қойын. Вообще государственный больницаға мен сияқты жатуға бір қорқып жүрген, ол жақта емделу қалай болады, сапалы бола ма болмай ма дейтін қорқатын адамдар бар болса, мүлдем олай емес. Керемет, вообще сервистер бәрі күшті. Одан бөлек сіздерде андай передовые технология дейді ғой. Андай бір күшті технологияларыңыз бар екен. Уже операция бөліміне кірген кезде жеке менің операциям бір операцияның өзі бір 10-15 минут алғандай болды. Дайындық әрине көп уақыт кетті, бірақ операцияның өзі бір 10-15 минут алғандай болды. Сосын сіздер және Инстаграмда, былай больницаның өзінде де көп аппараттарыңыз айтасыздар, иә? Страйкер Мако деген аппараттарыңыз бар. Ол аппарат несімен мықты? Бұрында болған аппараттардан айырмашылығы неде? Неге сол аппаратты бүйтіп қатты атын шығарып қозғап жатсыздар деп сұрайын дегем. Болды. Біздің аурухана бағана өкімет ауруханасынан бастайық. Неге түсінік бар, иә, білемін. Сондықтан мен өзім жеке меншікте де істеймін, өкіметте де істеймін деп айтып қойшы. Өйткені біздің аурухана алып баратын болсақ, 97% оснащение бәрі бар. В данный момент. Государственный өкімет жағынан бізге министерство здравоохранения дейміз, ол жағынан бәрі, акимат Алматы жағынан көп көңіл бөлініп жатыр. Бүкіл оборудованияларды бізге алып беріп жатыр, соңғы технологиядағы деп айтуға болады. И бізде государственный больницаларда бізде конвейер, поток көп. Егер көрген болсаңыз, күніге мысалы 15-17 операция бізде күніге сондай. Бізде енді былайша айтқанда опыт өте көп. Мысалы енді ойлап қараңыз, кейбір дәрігер жекеменшік ауруханада айына бір операция жасауы мүмкін, или аптасына бір операция жасауы мүмкін. Бізде өзіңіз көргендей минимум бір күнде 10-12 операциядан минимум болып жатыр. Естественно, отнять. И желательно маманға бару керек. Жаңағыдай конвейер бар, поток бар маман. Өйткені ол күніге бір нәрсені істей бергендіктен ол опытный болады. Жаңа технологияларды алатын болсақ, страйкер Мако жүйесі ол роботтық жүйе, роботизированный робот ассистент деп айтамыз біз. Америкалық бренд, Америкада шыққан. По-моему, шатаспасам 2000 бүкіл дүние жүзінде 2000 штук шығарылған, соның 1500 Америкада тұр. Почти бүкіл больницаларына деп айтуға болады. Қалған 500-і бүкіл елге таралған. Оның көмегі, біз бұл аппараттың көмегімен біз буын алмастыру жаңа айтып отырмын, эндопротез операциясын жасаймыз. Қазіргі таңда жамбас, тізе буыны жасалып жатыр. Келесі жылдан бастап уже иық, плечевой сустав дейміз, оған қосылады. 3 осы суставты ауыстыру, жаңағы буын ауыстыру операциясы жасалынады осы роботтың көмегімен. Енді сұрақ болуы мүмкін, неге? Даже біздің Тоқаев президентіміз айтып отыр ғой, жаңа технология деп. Бізде бәрі енгізілген. Менің өзім осы жүйені 22 жыл Қазақстанда бірінші болып оқыдым деп айтсам болады, алдыңғы қатарда. Бірінші рет көріп кеп, содан кейін енгіздік. Соңғы 2-3 жылда біз активно жасап жатырмыз. Жаңа артроздар деп отырмыз, мысалы 25 мың операция жасалынады Қазақстанда деп. Сол буынды біз осы уақытқа дейін без робота өзіміз мануальды дейміз, қолмен жасап жатырмыз. Мысалы біздің больницаның өзінде мысалы бір жылда 3 мыңға жуық ондай операция жасалынды. Біз қазір енді соны роботқа ауысып жатырмыз. Оның артықшылығы без робота мен с роботом операцияны алатын болсақ, тілік разрез дейміз, аз болады. Зақымданулар, мысалы тізе буын айналасында қаншама бұлшық ет, связка, мениск, байламдар болса, кішкентай тілік болғаннан кейін зақымдану да аз болады. И протезді дәлме-дәл қалай тұру керек, солай орнатып береді. Значит, ол жақсы дұрыс орнатылды деген сөз, проблема жоқ деген сөз. Мысалы, кітапта қалай жазылды кезінде, мысалы, травматология саласында ғалымдар ойлап тапты, мысалы, осы операцияларды. Тура солай, ол өйткені біз алдын ала компьютерға түсіреміз буынды. Мысалы, тізе буын алып қарасақ, біз компьютерға түсіреміз, тізе буын біз программаға саламыз. Оны өзі, даже ненің ішінде искусственный интеллект бар, өзі анықтап, қандай буын, мысалы, сол жақ, оң жақ размерін орнату
градусын прям тіпті миллиметрге дейін өзі дәлме-дәл протез орнатып береді. Аяқтың қисықтығын жаңа айтып отырмын, қаншама науқастар деформациямен келеді деп, өткен последствиямен. Сол кісілерге өзі учитывать етеді аяқтың қисықтығын и орнатып береді. Робот өзі, мысалы, допустим, тілік жасаймыз, біз робот әкелеміз и тізе буын ашқаннан кейін сканер етеміз, чтобы ана КТ мен екеуі сәйкес келу керек. Именно сол кісінің тізесі деген сияқты. И жаңа науқаста прям даже датчикпенен сканер жасаймыз да протез орнатамыз. Одан кейінгі жағдайын айтайын. Мысалы, науқас бүгін жасадық, допустим, ертесіне уже келесі күні аяғын 100% басуға болады. Именно робот страйк келесі күні 100% басуға болады. Өзіңіз ойлап қараңыз. Бір күнде қисайған аяқты біз түп-түз қылып береміз. Мысалы, и боль. Уже қаншама 10 жыл, 20 жылдан бері мучение болған болын, мысалы, әрі кетсе бір 4-5 күннің ішінде бәрі қояды. Керемет қол. Бұл номер 1 деуге болады, страйкер макақ. Бүкіл роботтық жүйе бойынша, бүкіл дүние жүзінде. Өйткені, жаңа айтып отырмын, 3 моделін жасап, бізге дәлме-дәл орнатып береді. И протез, уже бұнда проблема, біз устранить етеміз, былайша айтқанда. Тағы да артықшылығы, тілдік аз болады, зақымдану аз болады, и оңалтуы тез болады, самое главное. Мысалы, қазір даже осы операциядан кейін науқастар айтып отырмын, ертесіне 100% ходунок, кастельдерді просто для страховки ұстайды, чтобы құлаққа мошын етпеу үшін. На самом деле, уже ертесіне науқастар 100% жасап, даже кеше бір кісі келіп тұр, 20 күн уже билеп жүрмін дейді. Шүкір. И даже жаңағы қисық аяқпен, болмен, даже контрактура, аяқтың бүгілуі, жазылуында ограничение, шектеулік болады да науқаста. Біз осы операциядан кейін ертесіне уже оның бәрін устранить етіп береміз. Даже сондай случайлар болған, мысалы, регионнан келген, айтпай қойын, қай жақтан келген. 5-ші күні бізден машинасы айдап кеткен науқастар болды, сразу рөлге отырып. Өте керемет. Мен бұны білген жоқпын. Мен операция кезінде жатып, больницада жатып бәрін біліп алдым деген ойда болғанмын. Сонда ол аппараттың ерекшелігі қазіргі заманауи технологияларға сәйкес, даже адам деген өзінің коленасын ауыстырған жағдайдың өзінде де, колено чашаны ауыстырған жағдайдың өзінде де жүріп кете алады деген мағынада. И артықшылығы өзі робот. Ол бәрін есептеп өз. Ол қателесуі қиын. Жоқ. Вообще қателеспейді. Мысалы, элементарный, желінген шеміршекті біз пилить етеміз дейміз, кесіп тастаймыз, мысалы, алып тастаймыз. Бізге өзі граница береді, мысалы, даже ана мониторда қарасаңыз, жасыл линия тұрады, 4 бұрышты. Сен даже ары қарай кетем десең де, ол жібермей қойды, аппарат алады, тоқтап қала салады. Өзі тоқтай салады. Өзі тоқтай салады. Өйткені біз линияменен жаңағыдай өзі сызып береді, мысалы, аймақ, допустим, тізе буында, немесе жамбас буында погрешность вообще жоқ. Қателесу жоқ. Сол үшін бұл аппарат миллиондаған доллар ақша тұрады. Себебі сол. Жағы бөлек әңгіме деп. Осы уақытқа дейін талқылаған заттарымыз, ол жәнегі сіздің регалияларыңыз, осы уақытқа дейін жасаған операцияларыңыз, опытыңыз, және государственный да частный клиникаларда жұмыс істейсіз. Көбіне аталар, апалар келеді, әжелер келеді, сол кісілерді емдейсіз. Енді аудиторияға кішігірім өзіңіз жайлы, өз историяңыз жайлы айтып кетсеңіз, қазір білікті, мықты, передовой дейді ғой, жәнегі травматолог мамандар ретінде білеміз. Бірақ осы уақытқа дейін біраз өткен жолыңыз бар. Сол өзіңіз қайдан шықтыңыз, осы дәрежеге дейін қалай жеттіңіз, соны кішігірім айтып кетсеңіз, өзіңіздің историяңызды ашып. Мен осы Алматы қаласында КЗНМУ дейміз, Асфендияров Санжар Джафаров Асфендияров медицинский университетті бітіргем, Қазақ ұлттық медицина университетін бітіргем. Қазір 15 жылдық стажым бар. Қызыл дипломға бітіргем деп қойшы. Асфендияровты қызыл диплом алу деген бізде өте қиын сабақ оқу. Жүйе. Енді дұрыс қой, адамның өмірі болғаннан кейін, мысалы, басқа класстастарымыз, мысалы, басқа вузда демалып жүрсе, біз күнімен түнімен кезінде сабақ оқамыз. И дәрігерлер бір жақсы әлге дейін біз тоқтап қалмаймыз. Мысалы, қазір мен 15 жыл стажым бар, болып маған керек емес демеймін. Мысалы, жоқ, өйткені жаңалықтар шығып жатыр, қазір 21 ғасыр бүкіл новостаны дамытып, енгізіп Қазақстанға. И қазақ халқына көмектесіп отырмыз, былайша айтқанда. Осы даже элементарный көптеген мемлекеттерде болдым. Бүкіл медицина саласын, ауруханаларын, ота бөлмелерін, технологияларын біз көрдік. Мысалы, Қытай, Түркия мемлекеті, Америка мемлекеті, Еуропаның бірнеше мемлекеттерінде, Индия, Ресей. Көп жағдайда біз сол жақтан керектісін, жаңа технологияны алып келіп, біз Қазақстанға енгізіп,
қолданып жатырмыз қазіргі таңда. Мысалы Америкада тұрған робот, мысалы қазір ойласаңыз, мысалы Алматы қаласында тұрды, мысалы американский робот, оны енді ешкім ойлаған жоқ қой. Сол сияқты Қазақстанмен бір медицина саласы, именно травматология ортопедия саласы Қазақстанда өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Керемет. Сосын мен білуім бойынша Алматы қаласында сіздер орналасқансыздар, бірақ бүкіл Қазақстаннан пациенттер келеді, иә. Және менің қасымда палатада жатқан ата, ол Жаркенттен келдім деді, біреулер Ақтаудан келдім деді. Сонда егер де осы біздің видеоны Қазақстанның түкпір-түкпірінен қараған адамдар бар болса, травмасы бар болса, емделгісі келсе, Алматыға келіп, сіздердің больницада жатып емделе алады, иә? Әрине, ол проблема жоқ. Кез келген науқас бізде жатып емделе алады. Қазақстан азаматы, шетел азаматы да жатып емделе алады. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан жатып клиенттеріңіз бар, иә? Бар. Ол жақтан да көп. Атынан айтып отырмын ғой, даже біздің сала, именно травматология ортопедия Қазақстанда, даже СНГ-да уровеніміз өте жоғары деңгейде. Егер қасымыздағы мемлекеттермен салыстырсақ, мен кеше ғана мысалы Еуропада болып көрдім, именно конгресс Еуропаның травматолог ортопедтерімен. Докладтарын тыңдадым, қатыстым жаңа нелерге. Случайларын көрдік. Күнде біз істеп жүрген случайлар, даже біз көп істеп жүрміз ондай жағдайлар. Из-за того, что жаңағы айтқандай государственный больница, өте президенттер көп, жаңағы 10 адам, 12 адам, 17 адам операция жасап тастайтын күндер болады, күнделікті. Опыт деп ойлаймын, күнделікті жаңағы опыттарыңыз. Енді менің ойымша основной моменттер жабылды. Енді тағы да кісілерге айта кететін зат болса, денсаулықтарыңызға жақсы қараңыздар, мен сияқты болмаңыздар. Аллаға шүкір, енді мен 1,5 жылға созбаппын ғой, жәнегі травмамды. Кейбір кісілер жылдап созады, 10 жыл. Случайды алып қарайсыз, мысалы қараңыз, сіз өзіңіз енді бірінші жассыз, қазір продвинутый дамыған заман, сіздің өзіңіз солай ойладыңыз да, көрдіңіз ба? Бір какой-то понятие, түсіндік бар да, қоғамда ол қате түсінік деп ойлаймын. Проблема болды ма, уақытылы қаралып, тексеріліп, дәрігерге қаралған дұрыс деп ойлаймын өзім. Осы Сағит мырзаны подкастқа шақырған себептердің бірі де осы подкастты енді тырысамыз барынша продвижениесін жасап, көбірек адам көруге, осы видеоны барынша көп адамға жетуіне қалаймын, сондай ниет қоямын. Және де осы описаниеда контактілеріңізді қалдырып кетеміз. Және сіздер жұмыс істейтін больницаның адресін қалдырып кетейік. Сосын номер телефоны қалдырып кетіп, Инстаграм. Сағит мырзаның Инстаграмына жазылып қойдыңыздар. Операцияға әлі кішкене қорқақтап, кішкене морально дайындалу керек болса, бұл кісінің Инстаграм парақшасына жазылып алыңыздар. Ол жақтарды көріңіздер, күнделікті жасалып жатқан тіршілік жұмысты қарайсыздар. Одан кейін кішкене қорқыныштар басылады деген ойдамын. Менің өз басым айтатын, дым ауырған жоқ, еш қиналған жоқпын. Профессионалдармен жұмыс істеген кезде басыңды қатырмайды екенсің. Сол үшін жәнегі операцияны ойлап жатсаңыздар, немесе осы видеодан кейін операция жасау керек-ау, кем дегенде травматологқа барып тексерілу керек деген ой келетін болса, осы видеоның астында біз номер қалдырып кетеміз. Сіздің жәнегі менеджерларыңыз адамдармен сөйлесіп, сіздің консультацияңызға жазып, қаралып, осмотр дейді ғой, осмотрға жазылып, проблема бар ма жоқ па шын мәнісінде анықтай алатындай. Дер кезінде тексеріліп, даже не только ота, операция может емдеуге келетін жағдайлар мысалы алдын алуға болады. Что ана күйге жеткізбеу үшін жаңа деформация, контрактура дейміз, буынның қатып қалуы. Осы сатыда да ұмытпау керек, операцияға жетпей емделіп алған қайда абзал операцияға барғаннан көрі да. Сіздер соны осмотрда қарап айтып бере аласыздар. Ол тексерілу кезінде, қарау кезінде белгілі болады, диагноз қоямыз, тексереміз, қосымша тексереміз кейде жағдайда. Клинически қараймыз буындарды, аяқтарды, мысалы, может вообще операция керек емес, или операция жаңа сіз айтып отырсыз, 1,5 жыл жүріп қалдым деп. Ондай жағдайда тоже асқынудың алдын алу мақсатында ғой. Негізгі мақсат халыққа көмектесу, вовремя диагнозын қойып, аяққа тұрғызып. Ең басты операция жасап қалу емес. Ең басты адамдардың сау болғанын бақылайсыздар сіздер. Керемет, менің ойымша күшті выпуск болды. Менің жаңағы айтпақшы каналымда тоже доктор кісімен алғашқы бұл жерде ешқандай профессиональный вопростар қоя алған жоқпын. Тек қана қарапайым халықтың тілінде өзіме қызықты бір сұрақтарды қойып, ақпарат жинап алдым. Мен те апам бар, апаларым бар, мамам бар. Енді тоже сол кісілерді алдын ала аяқтарында ешқандай проблема болмасын деп өзім апарам. Енді сіздер де апарыңыздар. Сәке, және тағы да Striker Mako бойынша бір соңғы сұрақ қалды. Аппараттың құндылығын түсіндіріп кеттіңіз. Және де бүкіл әлемде 2000 штук бар. 1,5 Америкада, қалған 500, қалған елдерде. Сонда Қазақстанда
үш қана штук бар деп естідім. Қазақстанда 3 штук бар, иә. Астана қаласында и Алматы қаласында в основном. Басқа региондарда пока әлі қойылған жоқ пока. Сол себепті Қырғызстан азаматтары, Өзбекстан азаматтары, сосын Алматы мен Астанада тұрмайтын Қазақстан азаматтары бәрі кеп осы үлкен қалаға кеп страйкер макумен жасалынады. Өйткені даже не только Қазақстан, СНГ-да, Россияда енді қойып жатыр, и Қазақстанда ғана бар. Қалған мемлекеттерде пока жоқ. Россияның өзінде қазір. Россияның өзінде енді қойылып жатыр. Енді біз 140 миллион адам тұрады. Сол үшін Қазақстан травматологиядан алдыға шығып кетті. Алдамыз. Жақсы дамып жатыр деген сөзге келуге болады. Даже егер ойланып жүрсеңіздер, көбінесе шетел азаматтары, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, ол жақта енді жоқ, қойылған жоқ пока. Бізге келсеңіздер болады, номер арқылы хабарлассаңыздар болады. Не только егер сізді осы тақырып қызықтырса, біз сізге тез арада көмектесіп, аяққа тұрғызып жібереміз деген ойдамыз. Және видеоның басында айтып кеткендей, менің қасымда сол палатада, больницада жатқан кісілердің көбі қариялар деп айттық. Қариялар көбіне жатқанмен сіздерге жастар да келеді. Сол жастардың арасында мен де бармын. Жастарға операцияны қалай жасайсыздар, қандай кейстер болып жатады, қандай случайда көбіне жастар кетеді, страйкер маконы сол қандай қатысы бар қолдануға. Айтып кетсеңіз. Жастарда негізі көп. Просто сіз жатқан кезде сол периодқа қатысқан шығар. Менде сондай. Негізі өте көп. Бізде айтып отырмын ғой жаңа. Спорттық жарақаттар өте көп. Қаншама спорт түрлері дамып жатыр ғой. Алматының өзінде қаншама нелері бар, фитнес залдары бар. Буындарға біз жастарға көп жасаймыз. Көп операция жасалынады, потому что иық орнына шығып кетуі мүмкін, миниск жыртылуы мүмкін, крестообразный связкалар жыртылуы мүмкін. Футболисттер қаншама, немесе элементарный Алматы қаласын білесіз, қазір күн жылып келе жатыр. Ертең самокаттар басталады, қаншама травмалар өте көп. Бізге даже біздің ауруханаға минимум 100 адам келеді бір тәулікте, әртүрлі жарақатпен, дене жарақатымен. Оның ішінде ДТП болуы мүмкін, самокат, велосипед, просто құлау, ұрып кету, соғып кету деген сияқты. Жастарда өте көп. Именно страйкер макоға байланысатын болсақ, бұл жерде диагнозға байланысты. Мысалы, артроздың өзі жастарда да өте көп кездесіп отыр қазір, особенно коронавирустан кейін постковидный асептический некроз дейміз. Ұршық жамбас буынында өте көп процесстер көп, артроздар. Бұл жерде сосын дисплазия дейміз. Мысалы, туа біткен ауру бұл жамбас буынының. Ондай диспластический коксартроз кезінде де, немесе жаңағыдай асептический некроз, посттравматический жарақаттан кейінгі артроздарда страйкер мако роботыменен буындарды эндопротез операциясын жасауға болады. Бұл жерде айтып отырмын ғой, жас қария деп білінбейді, диагнозға байланысты. Көбіне жәнегі қариялар келгенімен жастарды аз келеді деген ой, ол өте қате ой. Менің түсінгенім бойынша. Әртүрлі случай, әртүрлі жағдайға байланысты. Жағдайлар өте көп, каждый кейс өзінің индивидуальный былайша айтқанда. Мысалы, ол 18 жаста болуы мүмкін, 25 жас болуы мүмкін, жастарда болуы мүмкін. Егер де өмірінде бір ситуация болып қалса, және самокаттан құлап қалды, немесе шалынып қалды, спортта бір жарақат алса, даже қазір мысалы Шымбұлақ көріп отырсыз, қаншама адам келеді, Шымбұлақтың өзінен лыжасын конькидан сынып қалған, құлап қалып, андай қатты адреналин жақсы көретін жігіт та құлап қалып, сонда жеріне бір темір орнатты даже. Ключицамен легко отделаться дейміз ғой, негізі құдай сақтасын. Именно осындай спорттарда егер дұрыс соблюдать етпесе, внутрisuставной дейміз, артрозға алып келетін переломдар өте көп. Буынға жақын сүйектердің сынуы өте көп. Бұл уже почти 100% еместікте 90% ол ертең болашақта проблема болады деген сөз. Менің ойымша, енді сізді осы уақыт бойы тыңдадым, қандай шешім, мынандай выводқа келдім десек болады. Не болса да қаралу керек. Проблемаң бар ма, проблемаң жоқ, уақытылы қаралу. Даже проблема жоқ деп ойлап жүрсең де барып қаралып, андай точно білген дұрыс та, гадать етпей, по факту сенде жәнегі қандай бір ауруың бар ма, жоқ па, травма бар ма, жоқ па, тексерілу керек. Және тек қана травматолог емес, жалпы врачтарға барып тексерілу әдетін құрмасақ, қоғамда үлкен проблемаларға дейін алып келгенше біз білмей жүре береміз. Қаншама асқынулар, последствиялардың алдын алуға болады. Ондай қиын жағдай дейміз, ондай тяжелый случай деп айтамыз, соған алып келмейміз да. Біз вовремя егер көмектессек, емдесек, халықтың дені сау болған бәріне выгодно дейді ғой. Дені сау халық болайық. Мықты болайық. Мықты болайық. Жәнегі Сәкенте былай көп бақылаймын. Шетелге көп шығасыз. Сол
жұмысыңыздың жемісін жеп жатсыз. Енді ол профессионализм ғой бәрібір, иә. Адамдардың сізге сенеді, жұмысыңызды адал жасайсыз, көмектесесіз деген заттың белгісі ретінде көрем. И бұл кісі жаңағы Европаға да барып қайтасыз. Басты мақсатым негізі жақсылардың жақсы нәрсесін алу дейміз ғой. Шетелдегі мысалы новшество, жаңалықты Қазақстанға келіп енгізу. Сол енгізу арқылы халыққа көмектесу. Осы подкаст алдын бір апта бұрын да сіз Европа елдеріне барып қайттыңыз, иә? Жаңағы Монакоға қателеспесем. Монакода бізде не болды? Именно жамбас буыны бойынша бізде конференция, конгресс болды, үлкен конгресс. Осы Европа елдерінің бүкіл травматологтар келді. Ағылшынша жүрді бәрі. Алда да талай конференциялар бар, оқулар бар. Тағы да жоспарларымыз бар жылдың соңына дейін. Керемет. Яғни негізгі мақсат ол жақта көрген нәрсені алып келіп енгізіп халыққа көмектесу. Осы жалпы подкастқа келгеніңізге рахмет. Неге риза боламын? Себебі осындай үлкен дәрежедегі докторлар, врачтар өздері жайлы ештеңе айтпайды ғой. Больницаларында жүреді, өз жұмыстарымен айналысады. Сіз операция жасап үлгеріп жатсыз. Шетелге де шығып, андай ең новшестволарды Қазақстанға алып келіп, одан бөлек өзіңіздің жеке брендіңізді дамытып, халыққа бір андай спокойствие дейді ғой, сезімін сыйлап жатсыз да өзіңіздің отзывтар арқылы. Сол үшін сізге жасаған еңбегіңізге Алла разы болсын. Сол үшін мен, өздеріңіз білесіздер, подкасттағы басқа выпустарды қарасаңыздар, жай адамдарды подкастқа ешқашан шақырмаймын. Тек қана халыққа пайдасы тиеді-ау, сөзі өтеді-ау деген адамдар шақырамын. Сол себепті травмадан аулақ болайық, аурулардан в целом аулақ болайық. Сол үшін номер жасап кеттім, және тағы да описанияда қай қаладан болсаңыздар да, жәнегі Қазақстанның басқа қаласы, Өзбекстан, Қырғызстан бауырлар болсын, номерге хабарласып, осмотрға жазылып, проблемаларды айтып, біліп алыңыздар, травма бар ма, жоқ па. Сол үшін сізге тағы да көп рахмет. Сізге де рахмет. Аман есен болайық, аман болыңыз. Жұмысыңыз алға баса берсін. Жақсы.